Ассалаумағалейкум, байланысты Муслим Муса. Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге товарный бизнесті интернет арқылы дамыту үшін не істеу қажеттігін айтамын. Товарный бизнесті интернет арқылы дамытудың бірнеше жолдары бар. Бірақ бүгін сіздерге үш түрін айтамын. Бұл үш түрдің кез келгенін қолданамын десеңіз де, сізге интернет магазин сайтын жасау қажет болады. Не үшін интернет магазин сайты қажет? Сіз нөлден товарный бизнес бастайын деп жатырсыз, немесе действующий товарный бизнесменсіз. Сіздің 1000-ға жуық, 2000-ға жуық товарларыңыз болуы мүмкін. Сіз интернет магазинге өзіңіздің товар туралы информация, өзіңіздің товарыңыздың фотоларын, бағаларын барлығын енгізіп қоясыз. Сол үшін интернет магазин қажет. Енді қараймыз достар, товарный бизнесті интернет арқылы дамытудың үш түрі бар дедім. Оның біріншісі Google Shopping арқылы. Google Shopping инструменті Қазақстанға жақын арада келді. Өздеріңіз де байқаған шығарсыздар, бір нәрсе сатып алу мақсатында Google-ға жазамыз ғой, мысалы купить ворота в Астане деген сияқты. Сол кезде мынандай фотолар шығып тұрады. Астында описаниясы, яғни товардың атауы, сосын товардың бағасы және товардың фотосы. Байқап тұрсыздар, мінекей 6 воротаның фотосы шығып тұр. Бұл бізде, яғни Google Shopping инструменті арқылы жасалынған. Яғни сіз штор сатасыз, немесе қандай да бір товар сатасыз, сіздің товарыңызды интернеттен адамдар іздеген кезде, сіздің егер интернет магазин сайтыңыз болса, сіздің товарларыңыз клиенттерге дәл осындай көріністе көрініп тұрады. Бұл бізде Google Shopping инструменті. Бұл бізде бірінші түрі. Екінші түрі, товарный бизнесті интернет арқылы дамытудың екінші түрі, ол бізде әдеттегідей Instagram, Facebook'тағы таргет жарнамасы. Сіз мысалы ворота сатасыз, өзіңіздің каталогыңызда мысалы 100-ден аса қақпа түрлері бар, соны рекламаға жібересіз. Мысалы, мына жерде көріп тұрсыздар, таргет реклама жіберілген. Біздің компания 100-ден аса қақпа түрлерін дайындайды. Қақпа бағалары осындайдан осындайға дейін. Каталогта бүкіл қақпа фотоларын көргіңіз келсе, комментарийға плюс қалдырып кетіңіз деген сияқты. Сосын директті қараңыз дегенде. Бұл бізде таргет реклама. Яғни сізде егер товарный бизнес болса, өзіңіздің бизнесті Instagram, Facebook'қа таргет жарнамасын жіберу арқылы дамыта аласыз. Ал енді үшінші вариант. Үшінші вариант бұл бізде поисковая реклама в Google. Яғни контексттік жарнама десем болады. Google іздеу жүйесіндегі. Мысалы, бұл да дәл мынаған ұқсайды, бірақ бұл Google AdWords инструментінде жасалынады, бірақ көрінісі, яғни фотолары көрінбейді. Мына жерде қараңыздар, купить ворота в Астане деп жазды. Сол кезде сайттар шығып тұрады. Оны байқаған шығарсыздар, сол жақ шетінде реклама деп жазылып тұрады. Осылардың барлығы контексттік реклама арқылы жасалынған. Енді қараңыздар, мысалы купить ворота в Астане, и мінекей сайттар шығып тұр, көрдіңіздер ме? Осылардың сәйкес біреуіне кіріп, клиент воротаға заказ береді деген сияқты. Мінекей самый популярный осы үш вариант. Негізінде товарный бизнесті дамытудың бірнеше жолдары бар. Сіздерге бүгін самый популярный үш түрін айттым. Біріншісі Google Shopping, екіншісі Instagram, Facebook'қа таргет жарнамасын жіберу арқылы өзіңіздің товарный бизнесті дамыта аласыз. Үшіншісі Google іздеу жүйесіндегі контексттік жарнама. Достар, енді айта кететінім, егер сіз товарный бизнеспен айналысатын болсаңыз, және де өзіңіздің товарный бизнесіңіздің құлағында ойнайтын болсаңыз, жақсы білетін болсаңыз, бір сөзбен айтқан кезде, егер сіз бизнесіңіздің шебері болсаңыз, мен сіздің жеке таргетологыңыз, маркетологыңыз болуға дайынмын. Егер де менімен жұмыс жасағыңыз келсе, маған Инстаграмға жекеге жазсаңыз болады. Мен сіздің бұйырса проблемаларыңызды шешуге көмектесетін боламын. Яғни товарный бизнесмендер, товармен айналысатын бизнесмендердің арасында проблемалар бар. Товар аз сатылым болып жатыр, немесе клиент жоқ, заявка жоқ, продажа болмай жатыр, клиент бар, бірақ аз деген сияқты әртүрлі проблемалар болады. Сол проблемаларды мен сізге интернетте жарнама жасау арқылы, сайт жасау арқылы сізге шешуге көмектесетін боламын. Жалпы айтатыным осы, мінекей төменде жазылып тұр, менің инста парақшам muslimusa.kz, осыған жазсаңыздар болады. Достар, сіздерге бір кеңес айта кетейін. Менің тегін сабағым бар. Күніне таргеттен 50-ден аса заявка алып отыру үшін не істеу қажет деп аталатын тегін сабағым бар. Осы тегін сабақты сіздерге көруге кеңес беремін. Қазір сіздерге сол жақ шетте заставка, подсказка шығады. Яғни үстінен бас деген сияқты заставка шығады. Соның үстінен басып,
менің тегін сабағымды көрсеңіздер болады. Байланыста болған Муслим Муса, келесі сабақтарда көріскенше. Сұрақтар болса комментарийға жазып кетіңіздер.